Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың, сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған тағы да интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын 3 телеграм бот көрсеткім келіп отыр. Бұл боттар арқылы ақша табу үшін телефонды да компьютерді де қолдана беруіңе болады. Сосын бұл боттар арқылы өмір сүретіндей ақша таба алмайсың, бірақ бұл боттар арқылы интернетіңнің ақшасын төлейтіндей ақша табуыңа болады. Егер де бұл боттар арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде көрсетейін деп отырған боттарының барлығын бірдей қолдан, сосын бұл боттарға міндетті түрде рефералдар шақыр. В общем, қазір көрсетейін деп отырған боттарының ссылкаларын мен телеграм каналыма пост қылып шығаратын болам, сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына тастайтын болам. Егер де қазір көрсетейін деп отырған боттарым саған керек болатын болса, осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады көрсетейін деп отырған боттарыма. Сонымен телеграм арқылы ақша табуға болатын ең бірінші телеграм ботымыз GPA Money деп аталады. Бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде бұл бот сені старт деген немесе запустить деген көк жазумен қарсы алады. Егер де бұл бот арқылы ақша тапқың келетін болса, сол көк жазудың үстінен басасың, сол кезде сенде де мынандай кнопкалар пайда болады. Бұл бот арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл боттың телеграмдағы каналдарына жазыласың, содан кейін ғана бұл бот арқылы ақша табуыңа болады. Бұл бот арқылы ақша табу үшін заработать деген кнопканы басасың. Көріп отырғандай бұл бот біздерге мынандай тапсырмалар жіберді. Бір телеграм ботқа жазылғаның үшін 18 копеек төлейді. Телеграм каналдарға, телеграм группаларға жазылғаның үшін 20 копеек төлейді. Телеграм каналдарда бір постты қарағаның үшін 2 копеек төлейді. Сосын бұл ботта мына жерде көрсетілген тапсырмалардан бөлек басқа да тапсырмалар бар, кішкене көбірек ақша төлейтін. Егер де ол тапсырмаларды орындағың келетін болса, дополнительное задание деген кнопканың үстінен басасың, өзің қарасаң болады. Сосын бұл ботқа күнделікті кіріп 10 копейк бонус алып отыруыңа болады. Егер де 10 копейкі бонус алғың келетін болса, бонус деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерде сенде получить бонус деген кнопка тұрады, менде жоқ, себебі мен 10 копейкі бонусты уже алып тастадым. Мысал ретінде бұл боттағы тапсырмаларды қалай орындайтыныңды көрсетем, ол үшін заработать деген кнопкаға қайтадан басам. Подписаться на канал деген категориядағы тапсырмаларды орындап көрсетем. Подписаться дегенге басамыз. Тапсырма орындап отырған ботымызға қайтып келеміз, проверить подписку дегенді басамыз. Көріп отырғаныңдай мына бот маған SMS жіберді, вам начислено 20 копеек за подписку на канал дейді. Яғни жаңағы каналға жазылғаным үшін маған 20 копеек төледі. Бұл бот арқылы ақша табуды тағы да жалғастыру үшін заработать деген кнопкаға басамыз. Енді смотреть посты деген категориядағы тапсырмаларды орындап көрсетем, мысал ретінде. Көріп отырғандай мені жаңағы телеграм боттың телеграмдағы каналына жіберді. Енді смотреть посты деген категориядағы тапсырмаларды орындау үшін мына телеграм каналдың ішінен для начисления нажмите на кнопку деген сөз бар, посттарды тауып аламыз, астында мынандай кнопкасы бар. 2 копейка ақша табу үшін кнопканың үстінен басамыз. Маған мынандай уведомление шықты, вы уже просматривали этот пост дейді. Яғни мына постты мен уже қарап тастағанмын мына видеоны түсірердің алдында. Сондықтан да окей дегенді басам. Жоғары қарай көтерілем. Для начисления нажмите на кнопку деген сөз бар. Постты тағы да тауып алдым, астында кнопкасы бар. Кнопканың үстінен басам. Тағы да мынандай уведомление шықты. Бұл постты да қарап тастаппын. Окей дегенді басам. Тағы да жоғары қарай көтерілем. Тағы да мынандай пост тауып алдым. Кнопкаға басам. Енді мынандай уведомление шықты. За просмотр поста вам начислено 2 копеек дейді. Яғни мына кнопканы жай ғана басқаным үшін маған 2 копеек төледі. В общем, түсінгеніңдей смотреть посты деген категориядағы тапсырмаларды осылай орындайсың, ешқандай қиындығы жоқ. В общем, бұл бот арқылы ақша табу жағы түсінікті деп ойлаймын. Егер де мына жердегі тапсырмаларды орындай алмай отырған болсаң, осы видеоның комментарийына жазсаң болады. Кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысам. Ендігі мәселе, бұл бот арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мой кабинет дегенді басасың. Вывести дегенді басасың. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды минимально 12 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Тапқан ақшаңды Kiwi кошелегіңе немесе Payeer кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Егер де сенде Payeer кошелек болмаса, Payeer кошелектің ссылкасын осы видеоның астына тастап кететін болам. Payeerден кошелек ашып алуыңа болады.
Сонымен бұл бот арқылы тапқан ақшаңды да қалай шығаратының түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл ботқа рефералдар шақыруға болады. Яғни адамдар шақыруға болады. Рефералдар шақыру үшін партнеры деген кнопканы басасың. Ең бірінші тұрған реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың, реферальный ссылкаңды таратасың. Бұл ботта екі уровеньді реферальный система. Бірінші уровеньдегі рефералдар ол өзіңнің шақырған рефералдарың, екінші уровеньдегі рефералдар рефералдарыңның рефералдары. Бірінші уровеньдегі рефералдар үшін 18% ақша төлейді, екінші уровеньдегі рефералдар үшін 6% ақша төлейді. Бірақ сенің шақырған рефералдарың мына ботта тапсырмалар орындап ақша табу керек, сол кезде ғана мына жерде көрсетілген проценттер төлейді. Сосын бұл боттағы реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелуіңе болмайды. Егер де бұл боттағы реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелетін болсаң, бұл боттағы аккаунттарыңның барлығын бан қылып тастайды. Яғни бұл бот арқылы тапқан ақшаларыңды шығара алмай қаласың. Егер де бұл ботқа рефералдар шақыра алмайтын болсаң, бұл ботта автореферал деген услуга бар. Автореферал деген услуганың құны 50 рубль. Көріп отырғаныңдай автореферал деген услуганың мерзімі 30 күн. Яғни бұл ботқа саған 30 күн бойы рефералдар автомат түрде келіп отыратын болады. Егер де автореферал деген услуганы сатып алатын болсаң. Автореферал деген услуганы сатып алу үшін бұл боттағы балансыңды 50 рубльға толтырасың. Бұл боттағы балансыңды 50 рубльға толтыру үшін мой кабинет дегенге басасың, пополнить дегенге басасың. Боттағы балансыңды Kiwi кошелекпен немесе Payeer кошелекпен толтыруыңа болады. Егер де автореферал деген услуганы сатып алғың келетін болса. В общем, бұл бот туралы түсінікті деп ойлаймын. Егер де бұл бот арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл ботқа міндетті түрде рефералдар шақыр. Telegram арқылы ақша табуға болатын екінші Telegram ботымыз Top Telegram Money деп аталады. Бұл ботта дәл жаңағы бот сияқты. Бұл бот арқылы да ақша табу үшін ең бірінші бұл боттың Telegramдағы каналдарына жазыламыз. Содан кейін ғана бұл бот арқылы ақша таба беруімізге болады. Бұл бот арқылы да ақша табу үшін заработать деген кнопканы басамыз. Көріп отырғаныңдай бұл боттағы тапсырмаларда жаңағы боттағыдай тапсырмалар. Мысал ретінде перейти в бота деген категориядағы тапсырмаларды орындап көрсетем. Мынандай бот ашылды. Запустить деген кнопкаға басамыз. Мына бот маған мынандай смс жіберді: "Привет, дорогой друг" деген. Мына боттың жіберген смс-ін жаңағы тапсырма орындап отырған ботымызға қарай переслать етеміз. Ол үшін боттың жіберген смс-інің үстінен бір рет басамыз. Переслать сообщение деген сөздің үстінен басамыз. Тапсырма орындап отырған ботымызды тауып аламыз. Көріп отырғаныңдай мына бот маған жаңағы ботқа жазылғаным үшін 15 копейка ақша төледі. Яғни перейти в бота деген категориядағы тапсырмаларды осылай орындайсың. Ешқандай да қиындығы жоқ. В общем, бұл ботта да ақша табу жағын түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы да тапқан ақшаны шығару үшін личный кабинет дегенге басасың, вывести дегенге басасың. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды минимально 15 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Тапқан ақшаңды Kiwi кошелегіңе, Payeer кошелегіңе немесе Яндекс кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Бұл бот арқылы да көбірек ақша табу үшін бұл ботқа да рефералдар шақыруыңа болады. Ол үшін мои партнеры дегенге басасың. Ең бірінші тұрған реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың, реферальный ссылкаңды таратасың. Бұл ботта да екі уровеньді реферальный система. Бірінші уровеньдегі рефералдар үшін 15% ақша төлейді, екінші уровеньдегі рефералдар үшін 5% ақша төлейді. Бұл ботта да өзіңнің реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелуіңе болмайды. Егер де бұл боттағы реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелетін болсаң, бұл боттағы аккаунттарыңның барлығын бан қылып тастайды. Короче, бұл бот туралы да түсінікті деп ойлаймын. Бұл бот арқылы да көбірек ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде бұл ботқа да рефералдар шақыр. Telegram арқылы ақша табуға болатын үшінші Telegram ботымыз Telegram Zemo деп аталады. Бұл ботта жаңағы боттар сияқты бұл бот арқылы да ақша табу үшін ең бірінші бұл боттың Telegramдағы каналдарына жазыласың. Содан кейін ғана бұл бот арқылы тапсырмалар орындап ақша таба беруіңе болады. Көріп отырғандай бұл бот арқылы мен 172 рубль ақша шығарып алдым. Яғни бұл бот тексерілген, бұл бот арқылы тапсырмалар орындап ақша таба беруіңе болады. Бұл бот арқылы да ақша табу үшін заработать деген кнопкаға басасың. Көріп отырғандай бұл боттағы тапсырмаларда оп-оңай тапсырмалар. Бұл ботта бір Telegram ботқа жазылғаның үшін 15 копейка төлейді. Telegram каналдарға, Telegram группаларға жазылғаның үшін 20 копейка төлейді.
Telegram каналдардағы бір постты қарағаның үшін 2 копейка төлейді. Сосын бұл ботта да мына жерде көрсетілген тапсырмалардан бөлек басқа да тапсырмалар бар. Задание деген кнопканы басып, өзің қарасаң болады. Сосын бұл ботқа күнделікті кіріп, 15 копейка бонус алып отыруыңа болады. Ол үшін бонус деген кнопканың үстінен басасың, получить бонус дегенді басасың. Көріп отырғандай маған бұл бот 15 копейка бонус берді. В общем, бұл боттағы тапсырмаларда өте оп-оңай, бұл боттағы тапсырмаларды кез келген адам орындай алады деп ойлаймын. Ақша табу жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы да ақша шығару үшін личный кабинет дегенге басасың, вывести дегенге басасың. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды минимально 15 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Тапқан ақшаңды Kiwi кошелегіңе немесе Payeer кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Бұл бот арқылы шығарған ақшаң 1-2 күннің ішінде электронный кошелегіңе түсетін болады, ешқандай да уайымдамай қойсаң болады. Короче, бұл ботта да ақша табу жағы, ақша шығару жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл ботта да көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл ботқа да рефералдар шақыруыңа болады, яғни бұл ботқа да адамдар шақыруыңа болады. Бұл ботқа рефералдар шақыру үшін партнеры деген кнопканың үстінен басасың. Бұл ботта да 2 уровенді реферальный система. Бірінші уровендегі рефералдар үшін 15% ақша төлейді, екінші уровендегі рефералдар үшін 5% ақша төлейді. Сосын бұл ботта да өзіңнің реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелуіңе болмайды. Егер де бұл боттағы реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелетін болсаң, бұл боттағы аккаунттарыңның барлығын бан қылып тастайды. Яғни бұл бот арқылы тапқан ақшаларың шығара алмай қаласың. Егер де бұл ботқа рефералдар шақыра алмайтын болсаң, көріп отырғаныңдай бұл ботта да автореферал деген услуга бар. Яғни бұл боттағы автореферал деген услуганы сатып алып, бұл ботқа рефералдар шақыруыңа болады. В общем, осындай өте керемет боттар. Егер де бұл боттар арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде бұл боттарға рефералдар шақыр. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.